Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Пікір қалдырып қолдау білдіріп кетіңіздер. Ызғарлы күні көл үстінде екі бала коньки теуіп жүрді. Көл үстіндегі мұз қатты қатпаса да, біркелкі болмаса да, ол балаларды қызықтырмады. Осылайша екеуі қызық ойынға батып коньки теуіп жүре берді. Bir кезде қасындағы дос баласы мұздың жұқарақ жағына кетіп қалды шамасы. Bir кезде суға күмп етіп түсіп кетті. Досы еш қорықпастан, саспастан, айғайламастан қолына тасты алып мұзды ұрғылай бастады. Мұз жайлап сына бастады. Осылайша қолындағы кішкене тасымен мұзды ұрғылап, ақыры дегенде ол өз дегеніне жетіп досын судың астынан шығарып алды. Досын құтқарып болған соң біраз уақыттар өткен соң оларға құтқарушылар келді. Құтқарушылар бұл оқиғаның қалай болғанын сұрады. Сен өзің кішкентай қолыңмен әлсіз, кішкентай таспен бұл мұзды қалай жарып бұл баланы шығарып алдың деді. Бала да үн-түнсіз қалды. Құтқарушылар да аң-таң. Бұл оқиға қалай болғаны түсініксіз жайт болып, оларға да белгісіз болып қалды. Сол кезде бала түсіндірмекке әлек болды. Былай айтты, ол кісілер сенгісі келмеді. Қолындағы кішкентай таспен баланың өзі де кішкентай, қалай бұған күші жетті деген ой келді құтқарушыларға да. Бала да қолындағы тасын әлсіз қысып, құтқарушыларға мән-жайды түсіндірмек болды. Сол кезде бұл ортаға бір қарт келіп қалды. Мен бұл оқиғаны бастан аяқ көріп тұрмын, қарақтарым. Мен сендерге бұл оқиғаның қалай болғанын баяндап берейін онда, деді. Ол кішкентай тасты алып, бар күш-жігерін жинап, қорықпай, бұл мұзды ұрғылай бастағанда, оның қасында ешкім, сенің қолыңнан келмейді бұл тірлік, сен бұл тірлікті жасай алмайсың деп балаға ешкім айтқан жоқ. Ол өзінің бойындағы күш пен қуатына сеніп, кішкентай болса да тасты алып ұрғылай бастады. Осылайша ол өзінің деген мақсатына жетті, деді. Себебі баланың қасында сен бұл нәрсені жасай алмайсың деген адам болмады. Ол осылайша өзінің бойындағы күш-қуатына сенді. Уолт Дисней ғалым айтқандай, өзің елестеткен затты жасай аласың деген нақыл сөзге сүйене отырып, бұл бала өзінің дегеніне жетті. Міне, бұл сұрақтың жауабы осы, деді. Барлығы аң-таң болып кішкентай балаға қошемет көрсетті. Міне, сіз егер де алдыңызға мақсат қойып, мен осыған жетемін, осы менің қолымнан келеді десе, яғни сіз ол тірлікті істей аласыз. Сізге кім не демесін, о демесін, тек қана алға қарай қозғалуыңыз керек. Кішкентай баланың кішкентай таспен соншама мұзды жарып шығып өз досын құтқарғаны міне осының дәлелі. Бұл өмірден сабақ аларлықтай оқиға. Сіздер де өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Алға қарай жылжуды тоқтатпаңыздар. Арнаға